Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Үшінші сабағымызды бастаймыз. Осы соңғы сабағымызда біз осы артқы жағында оқимыз, сосын мына жақтарын бауында оқимыз. Мына аяқ киімнің алдыңғы бөлігін мен мына шетін белгілеп қойдым. Енді мына шетін де белгілейміз. Осы мына бұрыштан алып, әр ұяшық бір-бірімен бірге өткізілетіндей қылып, жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, екі, үш, төрт, бесін асты. Осы жерден мына жерден аламыз. Екі жағы бірдей болу керек. Содан өткізіп, күртегімізді осыдан жібімізді қадап қоямыз. Енді біз артқы жағынан бастаймыз. Осы мынау мен осы жерде ортасын тауып алып, осы жерден 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9-шы ұяшыққа кіргізіп, жібімізді осы жерден біреу алып, осынша қалдырып, біреу көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, осылай жаймен тоқып, мына жерге шейін 9 болады. Мына біреуін санамаймыз, осы жерге шейін 9 қылып апарамыз. Енді мына жерге ілмегімді іліп қойдым. Менде мына жерде 19 болды. 9, ортада біреу, мына жағы 9. Енді жібімізді артымен әкеліп, осылай жерде ұстап тұрып, осы жерден 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден шығарып, жұмыс жібімізді біреу көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді мынау бұрышқа, осы мына бұрышқа, бірінші бастаған жерге ұзынды оқимыз. Бір ұзын, бір қысқа, бір ұзын, бір қысқа, бір ұзын, осылай тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Менде мынандай ұзыннан 10 болды. 3, 6, 9. Мынау ең соңғысымен мына қысқа тоқыдым. Енді ең соңғысы мынау ілмектің астына осымен 10 болады. Ілмектегі жіппен бірге тоқимыз. Енді жұмыс жібімізді осы үшеуінен шығарамыз. Енді келесі бос ұяшыққа біреу, бұл жағынан да 5-еу қосамыз. 2, 3, 4, 5. Және іліп қоямыз. Енді біз осы жерден бастайтын боламыз. Мынау ілмегімізді алып, келесі қатарымызды бастаймыз. Осы жерден бекітеміз. Осы жібімізді айналдырып, осы бетке алып келеміз. Енді осы жерден жібімізді алып келіп, мынау бірінші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, келесі ұяшыққа кіргіземіз. Және тағы жұмыс жіпті алып шығып, енді мынау күлчектағы жіптен өткіземіз. Енді мынау
осы түбінде тұрады. Мынадан асаңыздар, осы ұяшықтан асаңыздар, ол алыс болып кетеді. Сол үшін мына бұрыштағыдан аламыз. Жаймен тоқимыз. Осы жерге шейін жаймен тоқимыз. Мына бұрышқа жаймен тоқып келдік. Менде тоқылған аяқ киімде осы бетінде 8 еді. Менде мына жерде 9 болайын деп тұр. Сол үшін мен бұл шетті 8 қылу үшін ортаға біреу тастап, сіздер тастамай қойсаңыздар да болады, егер екеуін бірдей тоқып атсаңыздар. Осы жерден қысқасын тоқимын. Келесі ұзын, келесі қысқа, келесі ұзын, келесі қысқа, келесі ұзын. Дәл осылай мына бетіне шейін келгеннен кейін ары қарай жаймен тоқып осы бұрышқа шейін барамыз. Мына бұрышқа келдік. Енді осы жерден мына бірінші ұяшығымыз тұр. Соған кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығып, күртектағы жіпке өткіземіз. Енді келесі бос ұяшығымыз бізде мынау. Оған кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Ілеміз. Осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Осы ілмегімізді ілген кезде қаттырақ тартып қойыңыздар. Өйткені бос болып қалса, онша жақсы шықпай қалады. Сосын былай, осылай қолмен осылай айналдырып апарып, енді осы жерден ұстап тұрып, осы жерден ұстап тұрып, енді біз мына жақта, мынау бос емес, келесі ұяшығымыз мынау. Мынау бос сияқты болып көрінеді, бірақ келесі асты жағынан қарасаңыз, бос ұяшық мынау. Сол бос ұяшыққа кіргізіп, біреу бос ұяшықтан біреу іліп аламыз. Енді осыдан ұстап тұрғаннан кейін бірдестен осылай мына ұяшыққа бірінші қысқасын тоқимыз. Қысқа, келесі ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Дәл осылай апарып, осы жерге шейін апарамыз. Мына бұрышқа келдік. Енді менде біреу қалды мына жерде. Ар жағын қысқадан бастадық. Енді мына шетін ұзыннан аяқтаймын. Ілмектегі жіпті бірге қосып іліп аламын. Осы жерден үшеуден біреу шығарам. Осылай қысып әдемі болып тұр. Енді басында біз екеуден ұрдық қой, арғы шеттен де бір шет. Енді 8 қатар, осындай 8 қатарды осындай бір біреуден аламыз. Ілеміз, іліп шығарамыз жұмыс жібімізді, сосын мынадан шығарамыз. Енді осы жерге қайтадан іліп қоямыз ілмегімізді. Дәл осылай бір біреуден алып 8 қатар тоқимыз. Айналдырып. 8 қатарымыз тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатарымыз тоқыдық. Осы үш жерден бастаған санағанда. Менікі қысқамен аяқталды. Сосын мұныңдай бір ұзын, бір қысқа тоқыдық қой. Содан менде бірінші қатар, екінші қатар, бірінші қатар жаймен жүрдік, екінші қатар бала айналмасы 22 болды. Бәрлік қатарда 22. Осы 8 қатарға шейін 22 болды. Егер сіздер екінші қатарда 23, үшінші қатарда 24 болсаңыздар, онда аяқтарыңызға кең болып кетеді. Енді мына жерде мен қысқадан аяқтадым. Осы жерден жұмыс жібімізді өткізіп, осы жерден аяқтаймыз. Мен не жерге дәл ортасынан тауып, белгі сап қойдым. Өлшегенде былай осы
екі шетін қосып былай табамыз. Дәл ортасын таптым. Енді осы жерден айналдырып алып келіп 9 ұяшық. Мына бізде бос емес. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ыншы ұяшыққа кіргіземіз. Жұмысшымызды артқа тастап, осы жерден жұмысшымызды шығарамыз және көтереміз біреу. Енді бізде келесі ұяшығымыз ұзыннан басталайын деп тұр. Бір ұзын, қысқа, ұзын, қысқа. Осылай тоқып, мына жағы 9, ортасы саналмайды, мына жағы 9 тоқып апарамыз. Мына беттен ілмегімізді іліп қойдық. Енді жібімізді осылай алып келіп, соңғы қатарымызды тоқимыз. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші ұяшығымыз бізде ұзыннан басталайын деп тұр. Сол үшін мынау астынан кіргізіп, осылай жібімізді тартып шығарып, ұзын тоқимыз. 1, 2, қысқа, ұзын, 3, қысқа, 4, ұзын, 5. Енді мынаған қосамыз, бір жері қысқа болады. Ұзын, ең соңғы қатарымызды тоқып, осы жетке шейін алып келеміз. Осы жерден аяқтадым. Жібімді қырқам. Енді біз бау байлайтын жерін тоқитын боламыз. Осы жерден осынша жіп алып, мына жерде бұрыш бар. Астында, мына екеуін қосылған жердің астында жіп бар. Осы жерге кіргіземіз. Осы жерден жұмыс жібімізді алып шығып, біреу көтереміз. Енді мына жіптерімізді теңестіріп, осы жерде мына бірінші ұяшықпен мына жақтағы бірінші ұяшықты табамыз. Осылай екеуінен ортасынан шығарамыз. Осылай енді теңестіріп, келесіден артынан да алып, екеуінен біреу шығарамыз. Дәл осылай екі ұяшықтыдан өткізіп, осы қара жіпке шейін алып келеміз. Осы жібімізге келдік. Енді жерден жібімізді қырқып, осы екеуінен өткізіп, келесімізді тоқимыз. Енді бірге тоқымаймыз, келесі 4-еуін бөлек тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Осы бұрышқа келгенде бір ұяшыққа екеуден тоқыңыздар. Әр өткен сайын үшерден осы ұяшыққа екеуден біреу тоқыдыңыз ғой, соған тағы біреу тоқыңыз. Енді бұлай алып келеміз. 1, 2, 3, 4. Енді осы жерде біреуіне тоқымаймыз. Ортадағыға тоқымаймыз, келесіге тоқимыз. Енді әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, осы жетке келгенде бір ұяшыққа екеу тоқимыз, 4-еу тоқимыз бөлік,
мынау қара жіптен екеуінен алып, ары қарай тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік, енді осы жерден мына бұрышына келдік, енді осы жерден мына бұрыштан іліп шығарып, жұмыс жібімізді күршіктағы жіптен өткізіп, осы жерден бекітеміз. Осы жерден бекітіп, осы жерге жібімізді алып барамыз. Осы жерден бекітіп, осы жерден бекітеміз. Сосын осы жерден бекітіп, осы бұрышқа алып барамыз. Мына бұрышқа осылай әр жерінен байлап алып келдім. Сіздер үзіп, мына шетінен бастасаңыздар да болады. Мен үзбей осы жерден бастап жатырмын. Енді осыдан осы ең соңғы бұрышымыз бар. Сол жерге мына бірінші басталған соған жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Енді бүйтіп қайырғанда, осы жерде мынау бұлай бұрылғанда, мынау екінші, мына біріншісі тұр, мына екінші яшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жіпті мына екеуінен өткіземіз. Енді мына жерде келесі яшыққа кіргізіп, осылай әр яшыққа тоқимыз жаймен. Осылай тоқып, осы жерде екеу көтереміз. Неде мына ортаға біреу тастап тоқимыз. Мына шетте біреу тастап тоқимыз. Мына бұрышта екеу, қайтадан осы жаққа апарамыз. Былай айналдырып, осы жерден бекіттік, дәл осындай қылып. Енді әр жерге жіптерді байлап, осы бетіне алып келдім. Енді осы бұрышта, осы жерден бірінші яшықты тауып алып, сол жерден жұмыс жібімізді кіргізіп, енді мынау бос емес, келесі яшыққа кіргізіп, осылай жұмыс жібімізді алып шығып, осы екеуінен өткіземіз. Және келесі, мынау бос емес, келесі яшыққа кіргізіп, біреу тоқимыз. Енді екеу көтереміз, біз бауын тоқимыз, екеу көтереміз, ортаға біреу екеу қалдырамыз, тағы біреу тоқимыз, екеу көтереміз, енді ортаға екеу қалдырамыз, бір, екі, мына бос емес, бір, екі, үшіншіге кіргіземіз. Дәл осылай 5 яшық істейміз. Мына бетте екеу көтереміз, бір жерге екеу тоқимыз. Мына жерде ортаға біреу қалдырып тоқимыз, біреу қалдырып кетіп, ортасына біреу қалдырып тоқимыз. Дәл осылай осы жерге шейін алып келеміз. Мына бетіне келдік. Енді осы жерден мен мына беті қалай болды, бұл жағында солай істейміз. Мен бұл жерден екеу алдым, екеу қалдырып, бірінші бау өткізетінді осы жерден бастадым. Сөйтіп санап сіздерде 5 бау байлайтын істеп, мен осы жерге келді, осы өлшеп істейсіздер. Біреу, екеу, енді ортаға 2 яшық қалдырамыз. Енді тоқимыз, біреу, келесі тағы біреу тоқимыз, тағы екеу көтереміз. Дәл осылай осы бұрышқа шейін әкеп аяқтаймыз. Мына жақтан аяқтадым. Енді қайтадан жібімізді айналдырып алып келіп, осылай айналдырып келіп, осы бұрыштағы
бұрышындағы ең бірінші ящикқа кіргізіп, жұмысшымызды шығарып, енді ұстап тұрып, бос емес, келесі ящикқа кіргізіп, осы жерден жұмысшымызды екеуден өткіземіз. Енді осы жерде біреуді оқимыз. Мынау біздің бірінші ящығымыз, баубалейтін. Ол жерге екеуді оқимыз. Келесі ящыққа біреу. Мынау екінші баубалейтініміз. Бұл жерге екеуді оқимыз. Дәл осылай айналдырып, мына жерге келгенде бір ящыққа екеуді оқимыз. Не жерге біреу қалдырамыз, дәл осылай осы шетке шейін барып аяқтаймыз. Осымен аяқ киімімізді тоқып біттік. Екеуі бірдей шықты.